Музыкалық аспаптар. Музыкалық аспаптар, ұрмалы аспаптар, үрлемелі аспаптар, ішекті аспаптар, тілшікті аспаптар болып бөлінеді. Асатаяқ, даңғыра, тұяқ, дабыл, дауылпас сияқты ұрып немесе сілкіп ойналатын аспаптар ұрмалы аспаптар деп аталады. Ұрып, сілкіп ойнайтын аспаптар аттың шабысы, құстың ұшқаны, жануарлардың жүргеніне ұқсайтын дыбыстар шығарады. Домбыра, шертер, қобыз, жетіген сияқты аспаптар ішекті аспаптар қатарына жатады. Домбыра аспабымен халқымыз ән шырқап, күй орындайды. Шаңқобыз тілшікті аспапқа жатады. Ол темірден немесе күмістен жасалады. Музыкалық шығарманы әр алуан аспапта орындайтын музыканттар тобын оркестр деп атайды. Халық аспаптарынан құрылған оркестр халық аспаптар оркестрі деп аталады. Оркестрді басқарушыны дирижер дейді.